немістің Folk and Welt кітап баспасы жүргізген сауалдардың ішінде атамыз 20 ғасырдың таңдамалы жазушылар тізіміне енген. Назарбаевтың мықтылығынан емес, Әбіштің ризашылығынан болған нәрсе ғой. Әбіш Кекілбаев өзінің туындылары арқылы қазақ мәдениетін, қазақ руханиятын әлемдік кеңістікке алып шықты. Жаһанпен қатар тұрып, тілді қорғаған адам Кекілбаев болады. 76 жасында қайтыс болды ғой, бірақ оған дейін көптеген инсульт, инфаркттар алған. Бүгін біз әдебиет әлеміне, нақтырақ айтқанда әдебиеттегі Әбіштің әлеміне саяхат жасаймыз. Қазақ руханиятының абызы, қатпар-қатпар, қайталанбас философиялық ойлардың иесі, публицист, жазушы Әбіш Кекілбаевтың өнегемен өрілген өмірін өскелең ұрпаққа тағы бір таныстырмақ ниет бар. Өйткені қаламгер қазақтың руханиятының кемелденуіне өлшеусіз үлес қосқан қайраткер. Тәуелсіздік кезінде Қазақстан жазушылардың ортасында еңбегінің бірінші Әбіш берілуінің өзі, бірінші Әбіш Кекілбаевқа берілуінің өзі, ол әділетті деп ойлаймын. Оның сіңірген еңбегі мемлекетке сіңірген еңбек, қазаққа сіңірген еңбек, қазақ әдебиетіне сіңірген еңбегінде еңбекті ешкім жасаған жоқ деп ойлаймын. Жаһанпен қатар тұрып, тілді қорғаған адам Кекілбаев болады. Бұл тереңірек қолдап, екі тілді бірдей сөйлеп, айтып сөйледі. Сол тіліміздің аман сақталып қалуына жаһанпен қатар еңбек сіңірген адам Кекілбаев. Сосын біздің мемлекетіміздің қалыптасуына, мемлекетіміздің мемлекет болып кетуіне қатты еңбек сіңірген. Алғашқы саяси публицистикалар жазған адам осы кісі. Сондықтан оның жөні, Әбіш Кекілбаевтың жөні өте бөлек. Түрік дүниесі жасаған еңбегі үшін осындай марапат берген. 2002 жылы осыны өзі барып Анкара қаласына берген. Енді басқа да көп шетелдің марапаттары несіне бөлінген, бірақ оның бәрін атамыз енді былай өзі енді күнделікті былай киіп жүріп, оны мен бір көрсетіп, оны жариялап, ондай көп емес. Енді еңбегерін 70 жасында толардың алдында берген. Өзі желтоқсан айында туған. Сол желтоқсан айының басында Байсейітова атындағы Астанадағы опера театрында өзі тұңғыш президент берген. Бұл кісі сол бүкіл тағдыры осы қазақ елінің әр уақыттағы басында болған жағдаймен қабатты, мысалы, өріліп отырған сияқты көріледі. Бұл кімді жазса да, жаңағы Үркерді жазғанда дағы сол уақыттағы уақыттың қойып отырған қиындығын өз басынан өткізген сияқты. Одан кейінгі кез тәуелсіздік алған кез, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы біздің қоғамдағы әртүрлі жағдайлардың барлығы да бұл кісінің жүрегінен өткендей. Соның барлығы қаламынан көрініс тауып жатты. Сол үшін де бұл кісінің бұлай қоғам қайраткері дейді, еңбек ері атағы да сол бұл кісінің жан-жақты тұлғасы үшін, қарымды еңбек үшін берілген деп ойлаймын. Және сол атаққа ең сай келетін бірден бір адам осы кісі еді. Кентукки штатының құрметті азаматы, почетный полковник деп беріледі екен. Сол кездегі бұл самасы 80-ші жылдары берілген. Кеңес кезінде сондай екі елдің арасында кішкене қарым-қатынас пайда болғанда, осындай бір сапарында, ақш-қа барған сапарында, осы Кентукки губернаторының берген несі. Әбіш Кекілбаев өзінің туындылары арқылы қазақ мәдениетін, қазақ руханиятын әлемдік кеңістікке алып шықты. Және әлемдік кеңістікке қазақ дүниетанымы, қазақ философиясы, қазақ ойы осындай деп
ұялмай көрсете алатындай көркемдік, интеллектуалдық деңгейде соның биіктігін таныта білді. Қазақ қоғамы дейтін болсақ, міндетті түрде Әбіш Кекілбаевпен жиі тілдесу керек, жиі сырласу керек, жиі ой бөлісу керек. Себебі Әбіш Кекілбаевтың қай туындысы болмасын, сол бүгінгі өсіп жатқан ұрпаққа кемел адам болудың моделін көрсетеді. Немістің Folk and Welt кітап баспасы жүргізген сауалдардың ішінде атамыз 20 ғасырдың таңдамалы жазушылар тізіміне енген. Сол олар мына Арагон, Антуан Сен-Экзюпери, Шолохов, Пастернак секілді жазушылардың арасына қосқан. Бұл осы 20 ғасырдың 80-ші жылдары болған. Енді осыны өзі, мына жерде өзінің әріптестері, Маңғыстаудағы сапарлары, Венгрияға барған сапарлары, өзінің венгр тіліне аударған аудармашына біздің қазақтың бешпетін кигізіп жатқан бір сәттері түскен. Мына жерде Әуезов туралы Мәскеудегі берген баяндамасының суреттері бар. Мынау өзінің кітапханасы, осы Астанаға көшкендегі жинаған кітаптары, осы жерде көп қолтаңбасы бар кітаптар бар. Анандай өзіне күнделікті пайдаланып жүрген кітаптар, осы жерде өздерінің несі тұр, тематикасы бойынша. Мына жерде енді мен сізге айтып кеткен, негізі атамыз бірінші әдебиетке келгеннен кейін, мынау өзінің проза ретіндегі бірінші кітабы 66 жылы шыққан, бір шөкім болып. Осы кітаптан прозаға көшкен. Сол прозадан көп нелер басқа тілдерге аудара басталған. Неміс тілінде, мына немістердің 20 ғасырдағы жүз жазушылардың ішіне кірген осы кітаптардың неміс тіліне аударылғаннан кейін сондай неге болды. Енді мына жерде басқа да тілдерге аударылып жатыр. Мынау үлкер кітабы түрік тілінде, сондай ағылшын, басқа да тілдерге аударылып жатыр кітаптар. Құдайға шүкір, қазірдің өзінде де қызықтырып, осы кітаптарды қайта басуға мүмкіншілік бар. Сондықтан осыны ары қарай да жалғастыратын шығар деп соған сенімдімін. 16 тілге аударылды. Өзі аудармашы болды. Мысалы үшін Шекспирдің Ромео и Джульетта Лир патшасын аударған, басқа да Ги де Мопассанның әңгімелерін, қазір мысалы үшін Әуезов театрында Ваня ағай деген Чеховтың әңгімесі сахналанған. Егер аударма сол автор жазған деңгейден биік болмаса, ол аударманың кез келген театрдың ұлттық сахнасына сіңісіп кетуі өте қиындау болады. Сондықтан Шекспирді сөйлетті, Ромео мен Джульеттаны, Король Лир, Корелан, осы дүниелерді сөйлеткен кезде, Чеховты сөйлеткен кезде, әрине дәл осындай әлемдік масштабтағы суреткерлерді сөйлету үшін аудармашының тәржіме жасап отырған тұлғаның да интеллектуалдық ауқымы, жазушылық әлеуеті сол жазушылардан кем болмау керек. Сондықтан осы қойылымды сахналаған кезде біз Чехов емес, Чехов арқылы Әбіш Кекілбаев қазақ актерін, қазақ театрын әлемдік кеңістікке, адамзаттық бір ой әлеміне, көркемдік ой, эстетикалық ой әлеміне жетелеп алып шығып отырды. Енді ол өзі өте терең жазушы болатын, өте терең. Біздің жаңағы Әуезов сияқты, Нұрпейісов сияқты, Сайын Мұратбеков сияқты жазушыларымыздың қатарында орыс таныған, орыстың жазушылары өте аузын ашып көзін жұмған жазушы осы. Өйткені оны орыстың ең мықты жазушылары аударды. Оның тарихи романдардың ішіндегі ерекше қазақты
көрсететін тұстарын керемет аударды, таңғалып аударды. Қазір анау мәңгүрттік дегенді біз Шыңғыс Айтматов жазды деп жүрміз ғой. Шыңғыс Айтматов кішкене таратып жазды. Бірақ мәңгүрттікті бірінші жазған Әбіш Кекілбаев болады. Сондықтан да Әбіш Кекілбаев деген кезде бір үлкен, біздің бір мемлекетіміздің үлкен бір дүниесі осы ортамыздан кетіп қалған сияқты болады. Абылай хан операсы Еркеғали Рахмадиевпен бірге жазылған. Бұл Қазақстан тәуелсіздік алған кезіндегі операсы. Осы либреттосы үшін Мәдениет министрлігі бірінші дәрежелі диплом берген. Осы конкурс қатысқан кезінде. Қазірдің кезінде бұл опера сахналанбай жатыр. Осы мәселені мен айтқым келіп кеткен. Себебі ол тәуелсіздік. Енді ол өте күрделі, оның ішінде кейіпкерлердің саны да көп. Сол кезде қойылған кездегі опера әншілері қазір жастары да үлкейді, оны қайтадан қарастыру керек. Енді оған назар аударса деген ой ғой. Себебі бұл тәуелсіздік кезіміздегі екі еңбек еріміздің операсы. Ол кезде енді олар еңбек елер емес болған, бірақ артынан олардың еңбегі осындай бағалаған, ал опералары қазір осы 10 шақты жыл сахналанбай жатыр. Театр кеңістігінде Аймауытовтың, Әуезовтің, Мүсіреповтің суреткерлік тілі бар. Олардың драматургиясының сахналық формасының табылуы, олардың жалпы қойылуы кезең-кезеңдерге бөлінеді. Сол сықылды осы Аймауытов, Әуезов, Мүсіревтерді айтқан кезде біз сол қатарға Әбіш Кекілбаевтың драматургиясымен және сол аударма пьесаларын қоюымызға әбден болады. Ең бірінші кезекте Әбіш Кекілбайды осы қазақ театр кеңістігінде ерекшелейтін дүние, ол әрине ең бірінші сол Әбіш Кекілбаевтың өзіне тән суреткерлік тіл. Ол тілге ең бірінші кезекте философиялық таным, тағылым, мынау кейіпкерлерді сөйлетудегі ұлттық тілдің рухани өзегі жатыр. Енді біз кішкентай кезінен қолында өскен баласын, енді біз сырттан айтатын сөздерді білмейміз, ішіндегі отбасындағы күнделікті жұмысын жасап жүрген куәсіміз. Енді атамыз көбісіне осы кабинетте жабылып, кітаптарын оқып, өзінің ой пікірлерін сызып отыратын осы үстелдің үстінде. Енді көбісіне бізді үлкен әжеміз сол кезде тірі, шешесі бізді бөлмеге кіргізбей, балдар кедергі болады, ойынын алып кетеді деп бізге осы бөлмеге кіруге рұқсат бермейтін. Біз негізінде сырттан көреміз. Таң атпай жұмысына кетіп, түнетіп қайтып келетін, түнімен осы кабинетте жұмыс істеп отыратын. Оның ең қызығы осы бөлмеге кіріп, түніменен қағазын жазып, таңертең шайын ішіп жұмысқа кетеді. Себебі ол жазушы болғанмен күндіз мемлекеттік қызметте жұмыс істеген адам, өмір бойы жұмыс істеген адам. Сондықтан осы жазуын көбісіне сол кешке жұмыстан қайтып келгеннен кейін түнімен жазып, соны жастан сөйтіп жұмыс істеген адам. Академик Рымғали Нұрғалиев деген үлкен біздердің ұстазымыз болды. Сол кісінің бір сөзі есіме түсіп отыр. Қазақ әдебиеті көгіне Әбіш бастаған жарқын жұлдыздар шоғыры туды деп теңеген енді. Сол келген толқын қазақ әдебиетіне үлкен олжа салды. Кесек-кесек туындылар берді. Әбекеңнің өзі бір шөкім бұл, дала балладалары деген шағын повесть әңгімелерінен бастап, үлкен романға дейін бірнеше жанрда кітаптар сыйлады оқырмандарға. Қанша дария хикаясы,
аңыздың ақыры ерекше бөлекше туындылар болды. Сол кездегі біздердің жалпы қалың оқырманның қызығып оқыған шығармалар еді. Бұл кісінің жазудағы ерекшелігі мына жазып отырған кейіпкерінің ішкі сезім, ішкі ойын, ішкі құпиясын психологиялық тұрғыдан ашып отырады. Оның егемен Қазақстанда редактор болған кездегі бетерден де бетер бар деген үлкен бірнеше газеттің бетіне шыққан үлкен толғаулардың өзі ерекше болады. Сонымен қатар әрбір қазақтың Абайдан бастап, қазақты қойғанда орыстың Толстойынан, Достоевский, Лермонтовына арнаған жеке-жеке портреттер бар. Сонда мен ойлаймын, ол кісі соншалықты солардың бәрін қайдан білген. Біздің актерларымыздың да бәрін жазып кеткен ол кісі. Күйшілеріміздің де бәрін жазды. Жазушыларымыз бен ақындарымыз туралы да жазды. Жұмекен Нәжімеден, Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев туралы жазғандары ерекше. Ол кісі сөйлеген кезде тек жазушы емес, ғалым ретінде де сөйлейтін. Қағазға қарамай, бір кең мол сөйлеп бергенде бізге анау Әуезов, Мұхтар Әуезовті естіген жоқпыз, бірақ соның үлгісі сияқты көрінуші еді. Әбіш Кекілбаев. Әбекең өзі ақкөңіл сондай болатын. Кісілермен жас демей, кіші демей, үлкен демей сөйлесетін кісіге уақытын қиып сөйлесіп кететін. Бірақ сөйлескенде әңгімелері дүнияуи тақырыптан аулақ еді. Көбіне мына руханиятқа байланысты, әдебиетте былай қойғанда адамдардың адамгершілігі, бір-бірімен қарым-қатынасы, мына ұлттық құндылықтарды сақтау төңірегінде өрбейтін еді. Енді өзі сондай тәрбиеде өскен, олар әкесі соғыс кезінде қайтыс болған, төртеу, үш әпкесімен өзі шешесінің қолында өскен, сондықтан соның бәрін көріп өскен олар. Сондықтан өз заманында өзінің бір кішкентай болса да ізін қалдыруға мүмкіншілік болғанын енді бәріміз куәміз. Тәуелсіздік кезінде атқарған жұмыстарын, соның бәрін енді маған бағалауға өте қиын. Ол уақыт, сосын заман бағалайтын шығар деп ойлаймыз. Өте мейірімді адам болатын. Мейірімді адам болды. Мысалы, кездесе қалғанда бір жиындарда, осы бір кітапқа байланысты талқылауларда көрген жерде мейірімменен бауырына тартып жылы амандасып маңдайымыздан сүйетін. Мысалы, қазір мен ойлаймын, қазір енді ондай маңдайымыздан сүйіп, қалымызды сұрап, аяла еркелететін ағалар да қалмады. Осы кісі сондай еді. Қалың қалай деп шын ниетімен сұрап, шын ниетімен арқаңнан қағып, аман бол деп тілек айтқан сөздерін, жылы сөзін естідік мысалы. Соған көңіліміз қатты марқайып қалатын. Әбіш Кекілбаев шығармаларын дағы кейіпкерлерді сөйлету кезінде актерлар өте көп жұмыс жасайды. Себебі мынау монологтардың, диалогтардың ішінде сабақтас құрмалас сөйлемдер, салалас құрмалас сөйлемдер болған кезде ол тілдегі иірімдерді жеткізу үшін актерға ең бірінші кезекте сол сөздің рухын, мәнін ұғыну керек. Сондықтан егер біз неміс театр кеңістігіндегі өзінің драматургиясымен реформа жасаған Бертольд Брехттің театрын эпикалық театр деп айтатын болсақ, Әбіш Кекілбаевтың да сахналық туындыларына осы эпикалық тегеурін тән. Яғни ұлы даланың дастаны іспеттес дүниелерді сахнаға алып келді. Оның ішінде әрине ең бірінші кезекте Абылай хан және осы соңғы 10 жылдықта қазақ сахнасының үлкен жетістігі болып саналатын Әбіш Кекілбаев прозасының негізінде қойылған спектакльдер. Оның арасында
шыңырауды айта аламыз біз. Күй шығармасының негізінде дүниеге келген күй сахналық қойылымын айтамыз. Және мынау Нұрғанат Жақыпбай сахналаған Ханша дария хикаясын айта аламыз. Ол саналы ғұмырында тек жазушы ғана емес, қоғамдық қайраткер ретінде де таныла білген. Әбіш Кекілбайұлы 1996-2002 жылдары Қазақстан Республикасының алғашқы мемлекеттік хатшысы қызметін атқарды. Ел парламенті, сенатының, мәжілістің, одан бұрын Қазақстан жоғары кеңесінің депутаты болды. Ол бір сұхбатында мен өз басым әдебиеттен еш қайда кеткен жоқпын деп ойлаймын. Өйткені қолымнан әлі қаламым түскен жоқ. Ал саясатқа келетін болсақ, саясат маған еш қашан жат болып көрген жоқ. Менің бүкіл шығармаларымның негізгі тақырыбы біреу-ақ болатын. Ол халықтың тағдыры деген еді. Рас, Әбіш Кекілбаев қалам мен қызметті қос өрімдей қатар ұстап, ел игілігіне арнады. Енді саясатты жақсы білетін. Саясатты және адами қасиет жағынан саясатқа көзқарасы ерекше болады. Ол рас, ондай чиновниктар болған емес Әбіште. Ол жағынан ештеңе айта алмаймын. Мақтылығы жалпы көп адамдар тең бола алмайды. Бірақ Әбішті көп адамдар, бір көрген адамдар жақсы көріп кететін. Жақсы көретін адамдары көп болады. Әбіштің енді осы біздің мемлекетіміздің құруына, болмысына, саясатына көп еңбегі бар. Одан кейін Бәленбай жыл госсекретарь болды. Әрине, мысалы парламенттің атын мәжіліс қою керек екенін Әбіш айтқан. Тағы да біраз осы үкіметтің атауын, қазақшасын осы Әбіштер шешеді. Сосын енді Әбіш адамшылығы мықты болатын. Сондай адамның жанына жағымды, әрқашан айналайын деп маңдайыңнан сүйеді ғой. Ондай адамдарды қазір тауып көріңіз. Қандай керемет. Кәдімгідей қуанып осы келгеніңе. Соншалықты сосын керемет ораторлар ғой бұлар. Сөз сөйлегенде немесе біздің енді юбилейларымыз болады. Сонда немесе сахнадан, немесе банкетта айтқан сөздері ешкім айта алмайтындай сөз болады. Теңдес іздегім келеді, бірақ теңдес таба алмаймын Әбішке. Әбекең деген бір Құдайдың бір қазақтың данышпаны екен рас. Ол үлкен жұмыстар жасады. Жоғары Советте депутат болды, басқа орталық комитетте жасады. Елдегі болып атқан оқиғалардың барлығының ортасында жүрді. Әбекең кешегі тәуелсіздік кезде
еліміздің мемлекетіміздің аяғынан тұрып кетуіне аяқ салған адамның біреуі. Ол қай уақытта сол ел басшысының қасында болып, соған үлкен көмек берді. Сондықтан елде болып жатқан үлкен Маңғыстауда болып жатқан андай-мындай нәрсе болған уақытта осылардың барлығын дұрыс мәселелерді шешу үшін Әбекең үлкен жұмыс жасады. Ол кісі сыр шаша беретін адам емес. Ол ешкімге де сыр шашпайтын, өзі білет, өзі тынат. Ол кезде аурушаңда болды. Денсаулығы болмай жүрді. Бірақ бүкіл Маңғыстау, Атырауда ол кісіге жүгінуге тұратын адам. Халық жалпы, енді халықтың бәрі біле бермейді осыны. Таниды, бірақ қандай адам екенін біле бермейді. Сосын мен кей кезде айтамын, ана басшы жаман, мына басшы жаман. Біздің қазақта да мінез бар ғой, келеңсіз бір кейбір мінездермен кей кезде айтам. Қазір Мұхаммед пайғамбарды алып келсе де қазақ мін табады. Елде болатын нәрселердің барлығы бізге де тиетін еді. Себебі біз еліміз жақсы. 86 жылы Жаңаөзенде болған үлкен қиыншылық кезінде біз сол үйде отыр едік. Есенғали Раушанов дейтін қазақтың үлкен ақыны телефон соқты. Елде осындай болып жатыр. Не істейміз деді. Сонда Әбекеңнің көзден аққан жасын көрсем, мен өзім күреңдей болып кетті. Япырмай бейбітшілік уақытта осындай нәрсеге барады екен ғой деген. Әрине, осы мәселелер жөнінде Әбекең елбасымен, үлкен азаматтармен сөйлесті. Себебі мен жай қарапайым адаммын. Бірақ осындай қиыншылықтың болған кезде Әбекең сол қиыншылыққа өзінің қиналатындығын, ел үшін ауыратындығын өзі көрсетті. Назарбаевтың мықтылығынан емес, Әбіштің ризашылығынан болған нәрсе ғой. Онда тұрған не бар екен? Ол жұмсақтық, ол оның сол ризашылығын білдіргені ғой. Еңбегі, әр адамның еңбегі бағалана қояды деп, дер кезінде бағаланады деп айта алмаймыз. Ол атақты алған кезде әлі Қазақстанда өте аз болатын ондай адамдар. Бұл өте биік атақ қой енді. Соған риза болғаны ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Енді іштей налайды ғой, бірақ менімше мен айттым оны. Өкінетін ештеңе жоқ, өте дұрыс жасадым. Басқа жұрттар кабинетіне барғанда қолы түгілі талай тірліктер жылап, тізерлеп тұрып алады. Оны талай білеміз. Даже еңбектеп барып қолын сүйетіндер бұл. Онда тұрған не бар? Ештеңе де жоқ. Именно риза болу керек. Назарбаевтың бір жақсылық жасаған жерінің бірі осы. Жақсылығымен енді нашарлығы, осалдығы
бірдей ғой. Ал оның талай еңбегін қайда қоясың? Еңбегі жоқ деп айта алам ма қазақ? Қазақ айта салады. Еңбегі де бар, бірақ осалдығы басып кетті ғой енді. Кейбіреулер айтады, енді жасы 76 жасында қайтыс болды ғой, бірақ оған дейін көптеген инсульт, инфаркттар алған. Сол кезде шетелдегі дәрігерлер басын тексергенде осы адам енді миы көп жұмыс істейтін адам екен деп, жазушы екен деп өздері содан топшылаған. Себебі ол спортта адамдар, атлеттер дайындалып жүрген секілді, бұлардың миындағы тамырлары сол спортсмен секілді не қылады екен, жұмыс істеп, соған үйреніп қалады екен. Сондықтан сондай енді бір дәрігерлердің таңғалғаны, мынандай инфаркт, инсульттерден осылай тез арада өзінің иесін жия алатын, сондықтан сол жерден көрген. Ол енді сол көп жылдан бері солай өзінің күнделікті жұмысы сондай болғандықтан соған үйреніп қалған. Мен өзім Әбіш Кекілбаевты осы заманның ғұламасы деп есептеймін. Ол кісінің қасында отырғанда өзіңнің ішкі емес екеніңді байқап қаласың. Ештеңе білмейтіндігіңді байқап қаласың. Бұл қай салада болса да Әбіш Кекілбаев сол тақырыпқа әңгіме айтып бере алады. Біз Әуезовті көрген жоқпыз. Мүмкін Әуезовте сондай болған шығар деп ойлаймын. Әуезовтен кейінгі біздің тарихымызды терең білетін, біздің әдебиетімізді терең білетін, ескі жырларды терең білетін, күйлерімізді терең білетін Әбіш Кекілбаевтай адам жоқ. Атамыз көп кітап, күніне бірнеше кітап оқитын адам. Оның үстіне кейбір кітаптарды сызып тұрып оқитын. Соны қарағанда ішіндегі мәліметтерді өзінің басына сақтап отыратын. Тағы да көп сұрақ қоятын мәселе күнделік жазды ма екен деп. Ол күнделік жазбаған адам. Көбісіне күнделік деп айтатыны, ол біреулер туралы өзінің естеліктерін, барған іс сапарларын, шетел болсын, елді аралап жүргенде, сол кездегі ой пікірлерін жазғаны, сол өзі меніңше күнделік болып санауға болады. Енді мысалы, Әбішті әскерге алатын болды. Сол кезде үйіне барып бәріміз, Алакөлде Қытайлар бір инцидент болды ғой. Сол кезде Әбішті неге екенін білмеймін, әскерге алатын болды. Ел кәдімгі атыс болып жатыр ол Алакөл жақта. Сонда бәріміз үйіне барып, жылап, еңіреп, бәріміз шығарып салдық. Аэропортқа барып, енді кім білген, соғыс қой енді. Сөйтіп шығарып салғанбыз мәселенке. Сол жүрегімізді қатты. Әбіш келгенде, Құдай сақтасын, бір жылдай жүрді. Әбіш келгенде құшақтап, оны құлата жаздап сөйтетіміз. Бір жан жағынан. Енді біз қасында еріп жүретін себебіміз бір жағынан бір көмектесіп, киіндіруге көмектесеміз. Үстіне киетін аяқ киімін қадағалап отырамыз. Себебі атамыз оған көп мән бермейді. Мысалы үшін үйдің нөмірін білмейді. Онда құрдастары айтатын шығар, мысалы үшін қалтасында үйдің кілтінде ұстамайтын, мына ұялы телефон дейтінді мүдден ұстамайтын, біреуге беріп қоятын. Ешқашанда өзі қолында ұстамайды, себебі осының бәрі өзінің жұмыс істеуіне кедергі болады деп, өзіне қажет емес ақпаратты басына алмайтын. Әбіш әуелі өлең жазған «Алтын шуақ» деген өлеңдер топтамасы алғашқы тырнақ алды туындысы. Кейін ауыл өмірінен
жазылған повесть, әңгімелер жинағы «Дала балладалары» жазушының кең тынысты эпик суреткерлік болашағын танытты. Одан әрі талай том-томдап қазақ әдебиетінде олжа салды. Үркер, елең алаң романдары сол кездің өзінде жоғары бағаланып, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. Ал 2009 жылы Әбіш Кекілбайұлына Қазақстан Республикасының еңбек ері атағы берілген болатын. Расында да тұтас ғұмырын қазақ руханиятына, әдебиет пен мәдениетіне арнап, еңбектің ерен үлгісін көрсетті. Абыз һәм аңыз тұлға.